Баршаңызға сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай үй жағдайында өте дәмді жасалатын кекстің рецептімен бөліскім келіп отырмын. Ұнаса маған лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Қайырлы күн қыздар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен өте дәмді үй жағдайында жасауға болатын миксерсіз кексті жасайтын боламыз. Жалпы ең алдымен таза ыдысымыз керек, және бізде жұмыртқа, шекер, сүт керек, әзірленген сұйық май және де ұнымыз қажет болады. Бұл ингредиенттерден 12 ұштым шығады. Қазір дайындайтын боламыз бірге. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып салатын боламыз ыдысымызға. Мына 2 жұмыртқамызды саламыз. 2 жұмыртқаны салып біттік. Сосын сылап 100 грамм қантымызды саламыз. Жаймен сала отыра араластырамыз. Және 80 грамм сүтіміз керек болады. Сүт құямыз. Сосын бізге 80 грамм тағы да сұйық май қажет болады. Енді содан кейін біздің құрғақ заттарымызды араластырамыз. Онымен разрыхлителімізді араластырамыз. Так, одан соң електен міндетті түрде өткізіңіздер. Және бітіреміз. Осындай ыдысымызға арнайы лау массамызды салатын боламыз. Кәнекей